Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 5-ші сабақ 19-шы және 22-ші жаттығуларды жасаймыз. 19-шы жаттығу. Мәтін түрлері туралы біліміңді есіңе түсіріп, сызбаны толықтыр. Мәтіннің түрлері: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Әңгімелеу мәтіні: кеше достарыммен саябаққа бардым. Біз әткеншек септік, доп ойнадық. Кешке бәріміз көңілді қайттық. Не істеді, қайтеді, қайда болыпты деген сұрақтарға жауап береді. Екінші, сипаттау мәтініне мысал. Көктемгі бақ әдемі, ағаштардың жапырағы жасыл, гүлдері түрлі түсті. Құстардың дауысы жанға жағымды. Қандай, қай сұрақтарына жауап береді. Үшінші мәтін, пайымдау мәтініне мысал. Адам табиғатты қорғауы керек, өйткені табиғат біздің тіршілік көзіміз. Егер табиғатты аяласаң, ол да саған пайдасын тигізеді. 20-шы жаттығу. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Бірінші мәтін. Ақбөкендер ен даланы мекендейді. Олар топ-тобымен жайылады. Кәрі ақбөкендер қарауылда тұрады. Қауіп төнгенде пысқырып дыбыс шығарады. Екінші мәтін. Ақбөкен қойға ұқсайды, бірақ оның басы үлкен, тұмсығы жалпақтау, артқы аяқтары қысқалау, көздері мөп-мөлдір. Мәтін түрін анықта. Қайсысы әңгімелеу мәтіні, қайсысы сипаттау мәтіні екенін дәлелде. Бірінші мәтін бізде әңгімелеу, себебі ақбөкендер туралы әңгімелеп тұр. Ал екінші мәтін сипаттау мәтіні, өйткені ақбөкендерді сипаттап тұр. 21-ші жаттығу. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, оны қайта құрастырып жаз. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлік ол морж, сойдақ тісті полярлық мақұлық. Ол шаян балшықтарын қазып, жеп қоректенеді. Міне осы бөлігі мәтін тақырыбына сай келмейді. Құрастырған мәтініңе ат қой дейді. Енді мәтінді біз орнымен құрастырайық. Көптен бері қора сыртында екі таяқ жататын, екеуі дос еді. Бір күні Қалтай біреуін қазып, қағып, бұзауын арқандады. Сол-ақ екен, әлгі таяқтың көкірегіне нан пісіп шыға келді. Өйтпегенде ше, қазық болып пайдаға жарады ғой. Ал бұл мәтінге ат қоятын болсақ, таяқтың пайдасы деп ат қояр едім. Ал сен ше? Жарайсың. 22-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Мына сөздердің тиістісін қойып, өлең құра. Мұз үстінде жүреді, суға сүңгіп шығады. Тоны қандай жылы еді, маған қатты ұнады. Міне осылай өлеңді құрасақ болады екен. Өлеңнің авторы Көмек Ыбыраев. 23-ші жаттығу. Сипаттау мәтінінің сызбасына қара. Сипаттау мәтіні заттың белгісі, түрі, түсі, ерекшелігі. Тапсырма: сызбаның көмегімен қойды сипаттап жаз. Ол үшін оның ерекше белгілерін саналап көрсет. Мінез қасиеті: жуас, бойы аласа, ерекше белгісі: жүні қалың. Ал қойды сипаттап жазып көрейік. Түрі, түсі: қойдың түсі ақ, қара, қоңыр болып келеді. Мінезі, қасиеті: жуас, момын, үйірімен жүргенді жақсы көреді. Бойы аласа, денесі ықшам болып келеді. Ерекшелігі: жүні қалың, мамықтай жұмсақ. Ал қорытынды сипаттама: қой жуас, момын мал. Оның бойы аласа, жүні қалың әрі жұмсақ болады.